Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай дайындалатын, құрамында ешқандай желатин, шекер, ұн қосылмайтын ең дәмді шоколадты десерттің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны қарап, рецепті сақтап алыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп кетіп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен қажетті заттар сүт, жүгері крахмалы және де шоколад қажет. Сүтімізді осындай кастрөлімізге құямыз. Үстіне 4 ас қасық жүгері крахмалын саламыз. Бұл жерде жүгері крахмалын ұнға ауыстыруға болмайды, тек қана жүгері крахмалын қолданыңыздар. Жақсылап венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне шоколадымызды саламыз. Қандай шоколад қолдансаңыздар да өз еріктеріңізге қарай. Шоколадты салып, газдың баяу отында араластырып тұратын боламыз. Міндетті түрде араластырып тұруға қажет, әйтпесе шоколадымыздың асты күйіп, біздің десертіміздің дәмі өзгеріп кетуі мүмкін. Сол себепті венчикпен не болмаса вилкамен, қасықпен араластырып тұруды ұмытпаңыздар. 15-20 минут араластырғаннан соң бізде осылай қоюланады. Яғни дайын болды деген сөз. Енді бұны арнайы формамызға саламыз. Міндетті түрде ыстық күйінде саламыз. Менде осындай кекске арналған формалар, үйіңізде қандай форма болса да қолдана беруге болады. Бір ас қасықтан не болмаса 1,5 ас қасықтан салып шығатын боламыз. Барлық формаларымызға салып болғаннан соң міндетті түрде тоңазытқышқа 30 минутқа не болмаса 40 минутқа қойып қоямыз. Біздің шоколадты десертіміз дайын болды. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны қараған болсаңыздар лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.